қабылданды. Қазіргі таңда Түркістан қаласы бойынша жол қауіпсіздігін сақтау мақсатында іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Күндізгі уақытта жарық шамы автокөліктер жақпай жүргені бойынша, қауіпсіздік белгілерін тақпағаны бойынша, ұялы телефон басқару кезінде пайдаланғаны бойынша жұмыстар атқарып, құқық бұзушылықтар анықтап, әкімшілік хаттама толтырудамыз. Жүргізушілердің назарына жол ережесін сақтап, өздерінің қауіпсіздіктерін сақтап, қауіпсіз белгіні тағып, жылдамдықтарды асырмай жүрулерін ескереміз. Қазіргі таңда Түркістан қаласы Бекзат Саттархан даңғылы бойында автобус қоғамдық көліктерге арналған жолақ сызылған, сол жолақпен жүрмей өздеріне бөлінген жолақтары бар, сонымен жүрулерді ескертеміз. Ол бойынша әлі жұмыстар атқарамыз.